Менің атым Рүстем болады. Қарғосқа жұмыспен келгелі бері 15 жыл болды. Осы орталықта 2013 жылы үлкен жоба бастадық. Сол кезде 2013 жылда осы орталыққа Қазақстан жағынан бірінші инвестор болып келді. Сол жылдан бастап, құрылысты бастап, үлкен логистикалық жоба бастадық. Енді біздің негізгі жұмысымыз қазіргі жобада осы екі ел арасындағы сауда-саттықтың логистикалық жағын және қоймадағы қарым-қатынастарды ұлғайту. Өйткені екі жаққа да Қытай жағына, Қазақстан және Еуропа жағына шығаратын қойма керек. Мұнда орталық дүние жүзінде ешқай жерде жоқ. Екі жақтан, екі мемлекеттің және басқа мемлекеттердің адамдары кіріп, виза жасамай, бір-бірімен келіссөздер жүргізіп, сауда-саттық жасап, қыдырып, және бизнес жағынан товар тасымалдау, товарды екі ортада беру, ондай ешқай жерде жоқ. Сол үшін географиялық жағынан біздің екі мемлекеттің жасаған орталығы өте логистикаға өте қолайлы. Біздің қойма арқылы жүретін товарлар Қытайдан шыққан бетте, Қытай жағынан біз жаққа келген кезде 3-4 күнде орталық Азия мемлекеттеріне жетеді. Осы 24 жылы екі арадағы сауда-саттықты ұлғайтты. Біз күніне 10-15 жүк машине шығаруға дайынбыз. Ол мысалға Қытай жағынан бір 7-8 жүк машине болса, Қазақстан жағынан бір 5-6 жүк машине товармен келіп, орталықта күнделікті айналымда болды. Екі мемлекеттің адамдары бір-бірімен жақын танысады. Екі мемлекеттен бөлек басқа мемлекеттер. Осы жаққа келіп, алдымен товармен танысады, сосын адаммен танысады. Сосын қалғансын осы жақта мәдениетмен танысады. Үлкен мәдени орталық болады бұл жақ. Алдағы бір 10-15 жылда менің ойымша біздің орталық үлкен әлемге әйгілі орталық мансабын алады.